Қайырлы күн, жуса мен ораманнан дайындаймыз. Жылы суға дәміне қарай тұз қосамыз. Онға бір жұмыртқа, тұз қосылған суды қосып, қамыр илейміз. Аз ғана сұйық майды қосып, бетін жауып, 10-15 минутқа қоямыз қамырды. Жусай шөбін майдалап турап шығамыз. Фаршқа жусайды қосып, дәміне қарай 1 шай қасық тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамен қамырды 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлінген әр қамырдың бөлігін өзіңіздің таңдауыңыз бойынша өте жұқа немесе орташа жұқалап жаямыз. Жайылған қамырға сұйық майды жағып, салмамызды салып, жайып шығамыз. Начинканы салып болғаннан кейін орама нанды орап, ыдысты майлап, орама нанды саламыз. Бетіне сұйық майды жағып, мантаваркада 45 минутта пісіреміз. Жусай мен орама нан өте дәмді болады. Жасап көріңіз, ас болсын.